Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы спорт жарыстары туралы жазамын. Жұрнақ пен жалғау. Оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалім көмегімен жеке сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Енді мына суретке назар аударайық. Сурет бойынша мәтін құрастырып көрейік. Суретте балалар не істеп жатыр? Дұрыс айтасыңдар. Суретте балалар спортпен шұғылданып жатыр. Айдана секіртпемен секірді. Нұржан белтемірге тартылды. Жәнел құрсаумен ойнағанды ұнатады. Балалар, суретке қарап қандай спорт түрлері екенін байқап отырған боларсыңдар. Яғни біз спорт жарыстары туралы білетін боламыз. Келесі тапсырма: оқулық пен жұмыс. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қимыл жаса тұра қап, жалқаулықты жуытпа. Көлеңкеңді қуалап, жүгіруді ұмытпа. Сергек жүрсен сененді, жоламайды суық бір. Суық сумен денеңді ертең-ерте шынықтыр. Балалар, өлең не туралы айтылған? Өлеңде жалқаулықты деген сөз берілген. Сол сөздің жалқау, жалқаулық сөздерін салыстырайықшы. Жалқау деген ол кім? Адам, дұрыс айтасыңдар, я? Ал жалқаулық, яғни еріншек деген сөз, я, балалар? Ендеше сендер осыдан ереже мынандай. Қосымша жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертіп қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі үш бұрышпен белгіленеді. Мысалы, футболшы, футбол түбірі сөздің ш жұрнақ. Оқулық, оқу сөздің түбірі лық жұрнақ. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі тік төртбұрышпен белгіленеді. Мысалы, футболды, футбол түбірі д жалғау. Оқуға, оқу түбірі ға жалғау. Енді балалар, біз 65-ші жаттығуда мақалды жатқа жазып, жұрнақ жалғанған сөздерді табу. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Мақалды жатқа жазып аламыз. Сосын өнерлі, өнерсіз деген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып көріңдер. 66-шы жаттығуды орындаймыз. Берілген сызбаны пайдаланып, боксшы туралы сипаттау мәтінін құрап айтамыз. Балалар, суретке қарайықшы. Боксшының суреті тұр, және тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздерді пайдаланып мәтін құраймыз. Боксшының дене бітімі шымыр, дені сау болады. Бокспен шұғылданатын адамдар өзіне сенімді болып келеді. Жеңіске жету, алға ұмтылу қасиеттері болады. Боксшының міндетті түрде қолғабы мен басын қорғайтын арнайы бас киімі болады.